Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге үй жағдайында тез дайындалатын наггетстің рецептін ұсынамын. Ең алдымен тауықтың төс етін жақсылап жуып, құрғатып аламыз. Сопақтау етіп кесеміз. Кесіп дайындап алған етті маринадтаймыз. Соевый соус, тұз, крахмал қосылған ұнды салып жақсылап араластырамыз. Араластырып жұмыртқамызды құямыз. Маринадымыз сіңгенше 10-15 минутқа қоя тұрамыз. 15 минутымыз өтті, енді нанның ұнтағына жақсылап аунатып аламыз. Осы нанның ұнтағын үй жағдайында қалай дайындауға болатынын менің каналымда видеосы бар. Төменде ссылкасын қалдырамын, өтіп көре аласыздар. Бәрін дайындап алдық. Енді табаға сұйық май құйып, қыздырып, орташа отта әр жағын 2-3 минуттан пісіріп аламыз. Піскен наггетсыларды салфеткаға салып, артық майынан сорғытамыз. Міне, наггетсыларымыз дайын болды. Өздеріңізге ұнаған кез келген соуспен ұсынсаңыз болады. Видео пайдалы болса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.